Сәлем досым, менің каналыма қош келдің. Бүгін менің видеоларымды көрместен бұрын тіркеліп, лайк басып, одан кейін колокольчик басуды ұмытпа. Бүгін бізде ең керемет ертегі, бауырсақ ертегілері. Барлықтарыңыз жақсы білесіздер, иә достарым. Бүгін ертеде бір шал мен кемпір болыпты. Кемпірі қаптың түбін қағып, жинаған бір уыс ұннан бауырсақ пісіріпті. Содан соң оны тезірек суыту үшін терезенің жақтауына қойыпты. Бауырсақ терезеден топ етіп түсіпті де қақпадан шығып, орманға қарай домалап кетіпті. Домалап келе жатса, алдынан қоян шығыпты. Бауырсақты көрген бойда қызығып, бауырсақ, мен сені жеймін депті. Бауырсақ, қоян, мені жемей қойшы, есесіне саған керемет ән айтып беремін. Міне, тыңда, менің атым бауырсақ, қызарып пістім, көңілім шат, атайдан да құтылдым, әжейден де құтылдым. Қоян, сенен сытылу маған қиын емес тым. Осылай әндеткен бауырсақ әрі қарай домалап кетіпті. Содан соң оның алдынан қасқыр шығыпты. Ол да бауырсақты көре бойда бауырсақ, мен сені жеймін дейді. Мені жемей қойшы, есесіне саған тамаша ән салып беремін. Менің атым бауырсақ, қызарып пістім, көңілім шат, атайдан да құтылдым, әжейден де құтылдым, қояннан да құтылдым. Қасқыр, сенен сытылып маған қиын емес тым. Ән мені деп бауырсақ қаша жөнеледі. Келе жатса, кенет алдынан аю шығады. Сүп-сүйкімді бауырсақты көрген бойда аю бауырсақ, мен сені жеймін дейді. Мені жемей қойшы, мен саған ән салып беремін. Менің атым бауырсақ, қызарып пістім, көңілім шат, атайдан да құтылдым, әжейден де құтылдым, қояннан да құтылдым, қасқырдан да құтылдым. Аю, сенен сытылу маған қиын емес деп әрі қарай домалап кете берген кезде алдынан түлкі шығады. Домалап, бауырсақ, мен сені жеймін дейді. Мені жемей қойшы түлкі, мен саған ән салып беремін. Менің атым бауырсақ, қызарып пістім, көңілім шат, атайдан да құтылдым, әжейден де құтылдым, қояннан да құтылдым, қасқырдан да құтылдым, аюдан да құтылдым. Түлкі сенен де сытылам дей берген кезде түлкі оның сөзін бөліп: не дедің? Құлағымның мүкісі бар еді, дұрыс естілмейді, әніңді де ести алмадым. Өзің сүп-сүйкімді екенсің, даусың да керемет шығар. Тұмсығыма шығып, құлағымның түбіне қатты дауыстап айтып берші дейді түлкі қулыққа басып. Түлкінің мақтағанына мәз болған бауырсақ түлкінің тұмсығынан секіріп шығып әндете берген кезде оны бір-ақ асап жеп қойыпты. Осымен ертегі аяқталды. Біздің ертегіміздің кейіпкерлері өте қу болған екен.